Қайырлы күн достар, бүгін біз бризол тағамын дайындайтын боламыз. Бұл тағам өте дәмді және тез дайындалатын тағамдардың бірі болып табылады. Бізге 2 ас қасық фарш, 1 жұмыртқа және тұз бұрышымыз қажет. Отбасы санына байланысты дәл осындай қылып көбейтіп жасайсыздар. Менде бұл 1 адамға ғана істелініп жатыр. 1 адамға осылай дайындаймыз. Отбасы санына байланысты әрқайсысын осылай жасап шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздерге лайк, комментарий күтемін. Алдағы уақытта неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Газымызға сковородкамызды қойып, кішкене май себеміз. Май қызғаннан кейін фаршымызды құйып, 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Мінеге осылай қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Мен дәл осылай 5 дана етіп істедім. Мінеке біздің әдемі бризолдарымыз дайын. Енді ортасына мен сүйексіз балық етін қостым. Чеснок және майонез қосып ортасына жағып шықтым. Ештеңе қоспай былайына орай салуға да болады. Немесе укроп пен майонезді қосып орасаңыздар да болады. Және огурцы помидорды ұсақтап, турап қоссаңыздар да болады. Әркім өз қалауы бойынша жасай береді. Осылай барлық жеріне жағып шығып, дәл видеода көрсетілгендей қылып орап алдым. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Дәл осы мен рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Мен қасына пюре қостым. Пюремізді тазалап, үстіне 2 ас қасық тұзымызды қойып, пісіріп аламыз. Піскен пюреге кішкене сары май, сүт қосып, миксердің көмегімен езіп аламыз. Сіздерге де дәл осындай миксердің көмегімен езіп алуға кеңес беремін. Арасына ешқандай түйіршіктері қалмайды және құрғақ болып кетпейді. Жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін жан-жағын қасықпен алып, астынан үстіне былай аударып шығамыз. Яғни біздің пюреміздің арасында ауа қалып қоймауы қажет. Дайын болған пюремізді бризолдың қасына қоямыз. Мен бризолдың бетіне кетчуп, майонез жағып, сызықпен сызып шықтым. Сәндік үшін бетіне укроп септім. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.